Бүкіл қазақ елі демей қойып, бірақ бізді жақсы білетін, баяғыдан бізді оқып, бізге тілеулес болып жүрген оқырмандарымыздың барлығы күтіп отыр. Қайдасыңдар деп. Бізде бүгін выписка. Анда қайырлы күн достар деп баяғыдай айқайлап айта алмаймыз. Себебі көкеміз, бастығымыз ұйықтап жатыр. Осы кісінің бетіне қарап қалдық қазір. Кішкентай батырымызды бүгін алып шығайын деп тұрмыз. Бұл сыйлаған жонышкама мен гүл сыйладым. Сол барлықтарыңызға Жаным жылап сөйтті. Халықтың тілегі, елдің батасы, Алланың қалауымен өзіміздің де бір арманымыз, андай қайтпас мінезіміз, әйтеуір анаған да барып емделді, мынаған да барып емделді, әйтеуір түбінде Аллаға шүкір жемісін көріп отырмыз. Жеміс еще такой жеміс. Біздің палуан. Ғұмырың ұзақ болсын. Алланың берген бізге сыйы. Алла қаласа болашағың жарқын болсын. Біздің өзіміздің Құдайға берген уәдеміз бар. Құдай бізге бала берші. Біз ең жақсы папа мен ең жақсы мама боламыз деп уәде бергенбіз. Рахмет саған. Баламыз үшін, баладан бұрын шыдағаның үшін, сабырлығың үшін, менімен бірге сынаққа төтеп беріп күрескенің үшін. Рахмет.